Сәлеметсіздер ме? Бүгін асқазан сөлінің жоғары қышқылдығы бар гастритпен ауыратын адамдар үшін таңғы астың маңыздылығы туралы айтылады. Бұл видеода гастриттегі пайдалы таңғы астың ережелері мен тағамның 5 нұсқасын білетін боламыз. Таңғы асқа біздің күні бойғы сезіміміз, көңіл күйіміз және ең бастысы біздің ас қорыту жүйеміздің жағдайы байланысты. Таңнан күштің болмауы, ашушаңдық, жүйкенің қажуы адам таңғы ас ішпегенін көрсетеді. Ал таңғы ас орнына көбі тек кофе ішеді, кейбірі оған қосып шылым шегіп алады. Бұл іс-әрекеттер әрине кейін гастритті туындатады, асқазанның шырышты қабатын зақымдайды. Гастрит болса, ең бастысы таңда жүгіріп жүріп тамақты тіске баспай, дұрыстап отырып асықпай ас ішу керек. Егер тамақты әбден шайнап жемей, тек жұтып, оның үстіне кофе іше салған өте зиянды. Таңертең ең маңыздысы таңғы асты асықпай шайнап жеуді әдетке айналдырған дұрыс. Тамақты әбден шайнап жеген ас қорыту жүйесіне түсетін салмақты жеңілдетеді. Таңғы ас барлық ас қорыту жүйесі мен ішектің жұмысын бастайды. Онда ішектегі ас тез қорытылып, үлкен дәретке алып келеді. Және өті қоюланып толған адамдар үшін де таңғы ас өттің арлы-берлі жүруінде маңызды рөлді атқарады. Жарма бұтқасы асқазанның ішкі қабырғаларына жағылып, ауыртпалық сезімімен қабынуды басады. Ол ағзадағы улы заттар мен шлактарды сорып, шайып сыртқа шығарады. Эрозия мен язваны да жазуы мүмкін. Ботқаны гастрит өршуі кезінде суға, ал ремиссияда сүтпен пісіруге болады. Егер ремиссияда болсаңыз, ботқаға 1 шай қасық сары май, кішкене тұз, шекер салуға болады. Біздің ас қорыту жүйеміз ас ішу уақытын тез есте сақтайды да, және кейін сіз жиі тамақтанатын уақытта ас қорыту процесін бастап отырады. Сондықтан күнделікті таңғы, түскі және кешкі асты бірдей уақыт аралығында, бірдей уақытта үзбей ішкен өте маңызды. Себебі тамақ ішпей қалған уақыттағы бөлінетін асқазан сөлі оның шырышты қабатына белсенді әсер етіп зақымдайды. Омлет. Жұмыртқадан омлет егер гастрит өршіп тұрса, ішіндегі сарысыз, ал ремиссияда болсаңыз, сарысымен бірге дайындауға болады. Себебі сарысында пайдалы минералдар мен витаминдер бар. Бірақ күніне 3 жұмыртқадан астам жемеген жөн. Бастысы омлетті қуырмай, буға, духовкада немесе микроволновкада пісіру керек. Себебі қуырылған омлетке гастритте тыйым салынған. Таңғы аста қабылдайтын тағам су мен сусындардың температурасы өте ыстық, не тым салқын болмауы тиіс. Себебі тым ыстық температура асқазанның шырышты қабатын зақымдайды, ал өте салқыны ас қорыту процесін бәсеңдетіп, өңеш тамырларының спазмысын туындатады. Сүт сүзбесінен сырники. Сүт сүзбесі, яғни творог, дәмді әрі пайдалы ашымалы сүт өнімі. Толық құнды жеңіл сіңірілетін белоктың, сонымен қатар В витамині, кальций, калий, магний және темірдің көзі болып табылады. Сырник жасау үшін не керек? 400 грамм сүзбе, 2 жұмыртқа, 4 ас қасық ұн, 1 ас қасық шекер. Алдымен сүзбені блендер не сүзгімен майдалау керек. Сонан соң барлық ингредиенттерді араластырамыз. Котлета сияқты формаға келтіреміз. Пергамент қағазы төселген ыдысқа саламыз. 15-20 минут 180 градуста духовкада пісіреміз. Жоғары сөл қышқылдықты гастритте ас мәзірінен колбаса, яғни шұжықтар, сосискалар, шұжық өнімдерін алып тастау керек. Себебі олардың құрамында көп мөлшерде май мен ас қоспалары қосылған. Олар асқазан шырышын тітіркендіріп, гастритті туындатады. Колбасаның орнына пісіп туралған индейка, қоян не майлы емес сиыр етін жеген абзал. Ең болмағанда пісіріліп туралған тауық етін жеуге болады. Қара құмықтан сүт қосылған сорпа. Оны дайындауға 1 стақан қара құмық, 1,5 литр сүт, тұз және шекер қажет. Қара құмықты жуып, салқын суда жартылай піскен күйге дейін қайнатамыз. Онан соң суын төгіп, сүт құямыз. 15-20 минут жай отқа пісіру керек. Таңғы асқа аш қарынға жаңа ғана сүзілген не дүкеннен сатып алынған жеміс-жидек шырынын ішпеген жөн. Себебі олардың құрамында шырышты қабатты тітіркендіретін және асқазан сөлінің
көптеп бөлінуіне әкелетін жемістік қышқылдар бар. Аш қарынға шырын ішу асқазанды зақымдайды. Кофе де солай. Сонымен қатар кофе ішектің қабырғаларын да тітіркендіреді. Бананнан панкейк. Оны дайындау үшін 2 банан, 2 жұмыртқа, жарты стакан сүт, кішкене ғана тұз бен шекер керек. Блендермен майдаланады барлығы. 1,5 стакан ұн қосу керек және 1 шай қасық разрыхлитель қосамыз. 30 грамм сары май. Барлығын араластырып духовкада пісіру керек. Гастритте таңғы асқа жаңа дайындалған нан және тәтті бәліштерден бас тартқан жөн. Себебі ыстық нан не жаңа піскен бәліштер бір тәулікте толық ферменттелмеген болады. Бұдан асқазан сөлі көп бөлініп, асқазанда ашуы болады, яғни брожение болады. Қара нан да сондай кері әсерін тигізіп отырады. Қуырылған қатты тұздалған өткір дәмді ащы тамақтарды жемеу керек гастритте, себебі олардан асқазан сөлі көптеп бөлінеді, шырышты қабаты зақымданады оның, одан гастрит одан сайын өршиді. Қорытындыласақ, асқазанның ас қорытуы жеңіл өтіп, асқазан сөлін аздап шығындау үшін тағамды кішкене порциямен жеген дұрыс. Гастрит туралы видеом бүгін осы, алда тағы да видеолар бар. Сау болыңыздар.